Құрметті Батыр ауылының тұрғындары, кеше Ақтау қаласындағы Шопан ата мешітінде келелі жиын болды. Оған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан Исмаил Сейітбек, республика бойынша ардагерлер төрағасының орынбасары Өмірзақ Османбаев ағамыз және облыстық ардагерлер төрағасы, облыс имамы Әнуар Қажы, облыстың имамдары, ақсақалдары, зиялы қауым, аналарымыз, әжелеріміз қатысты. Бұл жиында той, дарақылық, жаназа, бәсеке емес деген тақырыпта әңгіме өрбіді. Келген қонақтар өздерінің пікірін айтып, тойда дарақылыққа жол бермеу, ысырапкершілікке жол бермеу, әдептілікті сақтау туралы айтты. Жаназаның мақсаты да тек дастархан жаю емес, қайғыға ортақ болу, көңіл айту екенін ескертті. Және жаназаның, садақалардың дастарханы қарапайым болса деп, мысалы 7-сі 40-100 жылы осы садақалардың дастарханы қарапайым болса деп осыны ескертті. Әр келген имамдарға өзінің ауылына барып, мешітіне, жамағатына, ауыл тұрғындарына осы сәлемімізді жеткізсе деп біздерге өтініш айтты. Осы себептен видеоға түсіріп сіздерге айтып отырмын. Бәріміз жабылып, осы ақсақалдардың шығарған пәтуасына тоқтап, жаназаның дастарханын, садақалардың дастарханын қарапайым қылсақ, көп заттар болмаса, тойдыкіндей болмаса дастархан деп өтініш жасап жатыр. Міне осыған бәріміз атсалысып, қарапайым болып дастарханды ысырапкершілікке жол бермей, бір ауыздан осылай жасасақ, Алла қаласа жақсы болады, береке болады, жақсылық болады. Алла тағала елімізге тыныштық берсін, аузырлық берсін, Батыр ауылы көркейе берсін. Алла баршаңыздан разы болсын. Тойларыңыз жақсы өтіп, жастар бақытты болсын, садақаларыңыз қабыл болсын.